бір ащы шындық, Украина дәл қазір қылдың үстінде тұр. Жаным ауырат, жүрегім ауырат, Украинамен бірге қазақтың тағдыры да қылдың үстінде тұр. Үміт те өте жоғары, орыс құлау алдында тұр. Орыспен бірге орыстың итаршылары Тоқаевтың билігі де құлау алдында тұр. Міне, бірақ сонымен бірге үміт қанша артқанымен бірге қауіп те сонша артып та тұр. Орыста ол бірден жан тапсыра қоймайды. Орыста бірден жан тапсыра қоймайды. Соңғы кезде Украинаға шабуылын күшейтіп тұр. Украинаның қолдаушысы деп отырған Германияның қылығы мынау болып тұр. Көрдіңіз ба? Ресейдің 3 зымыраны дейді. Черниговке тиіп, бейбіт тұрғындарды өлтіріп жаралады. Владимир Зеленский Украинаның солтүстігінде кем дегенде 16 адам өлтірілгеннен кейін одақтастарын әуе шабуылына қарсы қорғаныс кешендерін жіберуге шақырды дейді. Бұл Reuters агенттігінің ақпараты 17 сәуір 2024 жыл. Әлгінде сіздерге осы ақпараттарды аудару үшін 3 сағатта 4 сағат 3-4 сағат отырып дайындалдым. Оқыдым, аудардым, керекті жерін аударып, қиып, жаздым. Мен жұмыс істеймін кәдімгідей. Сондықтан секен отырып алып, лекцияны айтады екен, бір радионы қойғанда ойланбайсыз ғой, телевизор, пульт таласында қоя саласыз, Серікжан Біләш әшейін айта салады екен, телефонды қойып экранның алдына шықса, демеңіз, мен дайындалам, оқимын, аударам, еңбек етем. Халқыма, қазағыма бір нәрсе берейін, осы менің еңбегімнен қазағыма бірдеңе пайдалы болсын деп жұмыс істеймін. Сондықтан менің жұмысымның қақысы мойындарыңызда. Оның қақысы не? Ақша сұрап тұрмын ба? Маған айлық төле деп отырмын ба? Жоқ. Оның қақысы тарату. Коммент жазу. Бөлісу. Бір ғана коммент емес, 10-20 коммент жазасыз. Бөлісіз, Фейсбукқа бөлісіз, WhatsAppқа бөлісіз, достарыңызға таратасыз, үгіттейсіз. Оның қақысы қиып таратасыз, кесіп таратасыз, монтаждап таратасыз, TikTokта таратасыз. Сосын айтасыз, түп нұсқасы мына каналда тұр, келіңіздер, Серікжан өзі TikTokқа шықпайды, мұнда көріңдер деп айтасыз. Міне, хақы, мойындарыңызда хақы. Оны бұл дүниеде сол мен айтқан талаптарды орындап, құтылыңыздар хақыларыңыздан, мойындарыңызда кетеді. А бұл дүниеде төлемесеңіздер, о дүниеде төлейсіздер. Неге? Мен оны еңбек қылып отырмын. Менің хақым ол. Хақым. Еркектің әйелінің мойнында хақысы бар. Әйелдің еркегінің мойнында хақысы бар. Ата-ананың бала мойнында хақысы бар. Баланың ата-ана мойнында хақысы бар. Хақыларыңызды беріңіздер бір-бірлеріңізге. Ұстаздың хақысы шәкіртінде бар. Шәкіртінің де хақысы ұстазында бар. Ұстазы дұрыс білім бермесе, шәкіртінің хақысын жеген болады. Шәкірті дұрыс біліп алмаса, ұстаздың хақысын жеген болады. Менің хақыларым сіздерде. Себебі мен осы лекцияларды сөйлеу үшін еңбектенем. Тіпті 10 неше сағат дайындалам. Кейде лекция сөйлеуден бір күн бұрын түнде жатарда, кешкі сағат 8-9-да шай тамағымыз ішіп отырып аударам мен кәдімгідей. Дайындалам. Ойлаңыздар. Нью-Йорк Таймстан бастап оқимын. Wall Street журналды оқимын. Нью-Йоркерді оқимын. Нью-Йорк Пост оқимын. Өз қаламдікі. Көшеге шықсам газеттерін алып шолам. Оқимын газет күйінде. Оған ақша төлеп Нью-Йорк Таймсқа ақша төлеп жазылып отырмын. Олардың сайты тегін емес, ақылы. Washington Post тегін емес, ақылы, оқимын. Гвардианды оқимын. Тегін емес, ақылы, оған онлайн банкпен төлеп отырмын. Сенбесеңіздер кіріңіздер, Нью-Йорк Таймсқа кіріп кез келген мақаланы көріңіздер, ақы төле деп тұр. Daily Mail'ді оқимын. Forbes ақылы, оқимын. Financial Times ақылы, оқимын. Washington Post, Washington Times екеуін де оқимын. Хақым бар ма екен мойындарыңызда? Бар. Шариғат бойынша менің хақым бар сіздердің мойындарыңызда. Мен сіздерге жеткізсем деп, халық саяси ақпараттық танымдық өссін деп істеп отырмын. Ендеше менің талабым заңды. Шариғи тұрғыдан сай, моральдық тұрғыдан, адамгершілік тұрғыдан
мен талап қоюға толық қақым бар. Әрине сіздің тыңдамай қоюға қақыңыз бар. Бірақ тыңдадыңыз ба? Менің қақымды беріңіз. Таратыңыз. Қиып таратыңыз. Кесіп алып таратыңыз. Сілтемесін таратыңыз. Елге үгіттеңіз, жеткізіңіз. Неге істеп отырмыз? Ерігіп, екі кемісті бір-біріне ұрып, жұмыс таппай отырмын ба? Тепсе темір үзетін жастамын. Бетім оттай береді, 50-ге келді деп. Өзім рухани психологиялық 25-тегі елпілдеп тұрған жігітпін. Энергиям да 25-те. 25-тегі жігіттің мені көрсе өзін шал сезінеді. Сенбесең келіп баскетбол ойна, сенбесең келіп менімен бірге жүр, сенбесең келіп менімен бірге теңізден малта, сенбесең келіп менімен бірге тауға шық. 25-тегі жігітіңді мойындатып жібереміз. Ал мен осы энергиямды, осы күшімді мен неге салсам жарамайды? Бәріне салсам мен кесіп шығалам. Неге мен қалқыма бүкіл энергиямды беріп отырмын? Мақсатым қазақ оянса екен деймін. Мақсатым қазақ оянса екен деймін. Міне, мақсат сол. Менің бүкіл арманым, бүкіл ниетім, бүкіл ындыным осы. Алдыма қойған мақсатым осы. Қазақ саяси сауатты болса, мына орыстың пропагандасынан құтылса, мынау діни радикализмнен, ағымдардан, секталардан құтылса, дүниеге мына дұрыс бағытта өскен, өркендеген елдердің халқы сияқты сауатты болса, сорлы болмас, өз құқын қорғай алады. Кем дегенде біреу келіп, бауыздайын дегенде, «Ей, неге бауыздайсың, ей?» дейді. Болмаса, саған бауызда дедім онда, міне жерімнен бауыздаш. Жоқ, міне жерім дұрыс сияқты, үш жерімнен бауызда ғой. Еңкейіп тұрайын ба, шалқайып берейін ба демейді. Кем дегенде, «Ей, кімсің сен?» дейді. Міне. Саған тек жаратушының жан алғыш Жәбірейіл періштесі келгенде ғана сен шарасыз көн, қалғанның бәрінен сен кімсің деп сұра. Шамаң жетсе Жәбірейілден де сұра, кімсің деп. Ей, жаратушының сүйікті құлы, Алланың мархаматына, Алланың разылығына шық бері десе, онда шыға ғой. Алланың сүйікті құлы болса. Жәбірейіл сүйікті құлдарына солай айтады дейді. Жан тапсыратын кезде қуанып, разы болып, күліп кетеді дейді. Неге? Жәннаттан бір терезе ашылып, өзінің баратын жәннатын көргенде, адамдар сондай разылықпен жан тапсырады дейді. Енді аталарымыз айтқан аңыз, енді шынайысын білмейміз. Ал қалғанның бәрінен сұра, сен кімсің деп.